Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы, 2 1 140 балл иегерінің ұстазымын. Енді тестімізді бастамай тұрып шағын жарнама. Алдоңғаров онлайн курсына шақырамын сіздерді. Осы нұсқа талдауларым шыққалы бері көптеген оқушылар жазып жатыр. Курстары туралы сұрап жатыр, жазылып жатыр. Сіздерге де осы курсты ұсынамын. 140 балл алу үшін нақты тестологияның құпияларын эксперт ретінде ойлана білу керек, әрбір дистрактормен жұмыс жасап элиминация әдісін қолдану керек. Сол кезде ғана ұбт-да 140 балл шығаруға болады. Сонымен тестімізді бастайық. Қалай талдау керек? Мысалы, ұбт-ға кіргеннен кейін ең бірінші салқынқандылық керек, уайымдамау керек. Қандай адам уайымдамайды? Барлығын біліп, дайындықпен кірген адам уайымдамайды. Мысалы, бірінші сұрақ: ежелгі Римнің патшалық кезеңінің билеушілерінің бірі. Бұл Рим тарихы 3 кезеңнен тұрады. Біздің заманымыздан бұрынғы 753-509 жылдар бұл патшалық кезең, 509-27 жылдар республикалық кезең, 27 жылдан 476 жылға дейін бұл императорлық кезең болады. Сонымен патшалық кезеңде 7 ірі патша болған. Ромулдан бастап Тарквини Гордқа дейін. Бұл Тарквини Горд зорлық-зомбылықпен ел басқарды. Сол себепті патрицийлер оны 509 жылы біздің заманымыздан бұрынғы төңкеріспен биліктен алып тастады. Бұл дұрыс жауап. Енді Октавиан туралы айтайық. Октавиан біздің заманымыздан бұрынғы кітапта енді қате кеткен 30-27 жылдары жеке дара билік жүргізеді. Негізі 27-тен 14 жылға дейін болады. Міне осы Октавиан Август сенаторлар тізімінде бірінші болып принципс деген атау алған, және де қасиетті деген лауазым алған. Қасиетті деген Август деп атайды. Сонда Октавиан Август бұл империялық кезеңді бастаған адам, императорлық кезеңді бастады. Азамат соғыстары аяқталды, билікке келгеннен кейін көп нәрсе тынышталды. Енді Тиберий деген Рим тарихында бірнеше тұлға бар. Соның бірі Тиберий деген император болған. 1-2 ғасырда Нерон, Клавдий, Калигула, Тиберий сияқты билеушілер жеке дара билікті нығайтқан. Одан бөлек Тиберий Грах деген болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 133-132 жылдар аралығында ол кісі халық трибуны болған. Бірақ Нобельдер оған қарсы шығып, оны жиналыста өлтірген болатын. Бауыры бар Гай Грах деген 123-122 жылдар билік жүргізген. Ал Цезарь болатын болса, бұл республикалық кезеңде билік жүргізген. Біздің заманымыздан бұрынғы 100-44 жылдар өмір сүрген. 44 жылы сенат бұны диктатор деп жариялайды. Тизалпілік Галлияға, Испан қаласы Кадеске, Сицилияға азаматтық таратқан болатын. Нан және қызықты көрініс деген болатын. Бірақ демагогикалық жарамсақтанудан бас тартты. Бұл ұбт сұрақтарында кездеседі. Гай Юлий Цезарь 44 жылы қастандықпен өлтірілген болатын. Сонымен біз қалған дистракторларды алып тастадық: Октавиан, Тиберий, Цезарь. Бізде бұл жалпы индукция әдісі, біз дұрыс жауапты бөліп тұрмыз, қалғандары автоматты түрде қате болады. Ал енді қалғандар арқылы Тарквиниді тапсақ, ол дедукция әдісі болады. Бұл тестологияның құрастыру форматындағы алынатын ерекшеліктері. Шығыс Рим империясының астанасы. Жалпы бізде Рим империясы бір тұтас болды 395 жылға дейін. 395 жылы Рим империясы екіге бөлініп кетті. Батыс Рим империясы астанасы Рим, ол 395 жылдан 476 жылға дейін өмір сүрді. Ал Шығыс Рим империясы 395 жылдан 1453 жылға дейін өмір сүрді. Және оның екінші аты Византия болды, оның астанасы Константинополь. Константинопольді 1453 жылы 2-ші Мехмет жаулап алды. Содан бастап ол Стамбул деп аталады. 1923 жылға дейін Түркияның астанасы болды. 1923 жылы Мустафа Кемаль Ататүрік, яғни астананы Анкара қаласына ауыстырды. Константинополь деген қазіргі Стамбул. Енді Александрияны алып тастайық. Александрия дегеніміз ең бай кітапхана орналасқан, ежелгі университет орналасқан қала. 1882 жылы бұны ағылшындар зеңбірекпен атқылаған болатын. Араб пашамен соғысқан кезде. Осы Александрия
Константинополь және Иерусалим Византияның сауда және қолөнер орталықтары. Ал Реймс пен Шпеер деген 451 жылы ғұндарға қарсылық үшін өртелген, тоналған қалалар болып есептеледі. Және Метс қаласын қосасыздар. 1870 жылы тамызда шайқас болған жер. Метс, Шпеер, Реймсті ғұндар өртеп жүрген. Енді сұрақ сіздерге. Комментарияда көріп отырғандар, мына Реймс қаласында 1945 жылы қандай оқиға орын алды? Соны жаза кетіңіздер комментарияға. Келесі сұрақ. Крес жорықтарының салдары. Бізде жалпы сұрақтар бөлінеді: фактологиялық сұрақтар, комбинаториялық сұрақтар, комбинациялық сұрақтар және теориялық сұрақтар. Мысалы, мынау теориялық сұрақ. Бұл жерде крес жорығының салдарын анықтау керек. Ол дүниежүзілік өркениеттің дамуына кедергі келтірді деген болады. Бізде қазіргі тестологияда ұлттық тестілеу орталығы яғни себептермен, салдарымен, нәтижесімен ерекшеленетін тест сұрақтарын құрастырып жатыр. Яғни бұл ойлануға мүмкіндік береді. Таяу шығыс елдерінен мұсылмандар қуылды деген абсолютті қате дүние. Өйткені қазіргі күнге дейін Таяу шығыста мұсылмандар тұрады. Мұсылмандар Иерусалим корольдігінен айырылды дейді. Бұл да қате жауап болады. Жалпы бірінші крес жорығында 1099 жылы шілде айында мына кресшілер Иерусалимді жаулап алып, ол жерде Иерусалим корольдігін құрған болатын. Ол Иерусалим корольдігін Готфрид Бульонский деген адам басқарады. Және 1187 жылы осы Иерусалимді мұсылмандарға Салахаддин қайтарған болатын. Келесі, жерорта теңізіндегі сауда байланыс тоқтатылған жоқ, керісінше жанданды. Соның арқасында мәдени байланыстар орын алды. Мысалы, мұсылмандардан шанышқы пайдалануды, киім ауыстыруды, іш киімді ауыстыруды, төсек орындарын ауыстыруды және моншаға түсуді үйренді. Және лимон, қарбыз сияқты тропикалық өсімдіктерді өсіруді үйренді. Міне осындай оқиғалар орын алды. Келесі сұрақ. Айтпақшы, крес жорықтарының төртеуіне дейін ғана қарайсыздар. Оның ішінде жаңағы 1096-1099 және де 1147, 1149, 1189, 1192, 1202, 1204. Осы төрт крес жорығын ғана оқисыздар. Бірақ крес жорықтарынан кейінгі әлемді білу қажет. Географиялық ашулардың нәтижесі, әрине, ол отарлық саясат күшейді. Айтпақшы, тестологияда тест деңгейлері 3 деңгеймен анықталады. Тест тапсырмалары бірінші деңгей, екінші деңгей және үшінші деңгей дейді. Немесе оны біз деңгейді әріппен белгілегенде A деңгейі, B және C деңгейіндегі тест тапсырмалар құрастырылады. Кәсіпкерліктің керісінше дамуы болды. Географиялық ашулардан кейін сауда-саттық жақсы дамыды. Феодалдық үстемдік нығайған жоқ, керісінше бұл географиялық ашулар енді 15 ғасыр, 16 ғасырлар шеңбері бұл әлсірей бастаған кезеңі. Феодализм, оның орнына капитализм орныға бастады. Отарлық саясат қатты күшейді. Конкистадорлар қалыптасты. Жаңағы бізде Португалия, Испания мемлекеттері жаңа жерлерді жаулап алумен айналысты. Ұлы географиялық ашуларды жақсылап қараңыздар. Кітаптың мұқабасы, іші, сырты, картаның асты, сызбалар түгел қарау керек. Бізде курста 100 сабақ бар, сол сабақтың ішінде түгел қарастырылады. Яғни түгел тақырыптық нұсқа талдауларына дейін 60-70 сұрақтан тұрады. 140 балл алуыңыздан басқа амал болмайды деген сияқты. Енді қараймыз. Англияда бірінші Карл билігіне қарсы парламент қабылдаған құжат. Негізі бірінші Карл деген абсолютизм дағдарысқа ұшыраған кезде билікке келді. 1603-1625-те билік жүргізген Яковтың орнына 1625-49 жылдар осы Карл келді. Негізі Чарльз ғой. Осы парламент оған қарсы құқықтар туралы петиция деген қабылдады. Сенімсіздер туралы заң деген 1793 жылы Максимилиан Робеспьердің басшылығымен Францияда қабылданған құжат. Ұлттық конверттің кезінде. Яғни осымен жаңағы Жак Ру мен Жан Варле тұтқындалған болатын, түрмеге жабылды қыркүйек айында 1793 жылы. Ал жалпыға ортақ максимум деген бұл халық бұқарасының қысымымен ұлттық конверт қабылданған заң жобасы 1793 жылы. Ал директория 1795 жылы 5 адамның билік орнайды. 1795-99-да билік жүргізеді. Бұл жаңағы 9 қарашаға дейін болады. Жаңағы Наполеонның төңкерісіне дейін. Сұрақ сол, Наполеон төңкерісін біз қалай атаймыз? Комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі, 1776 жылы 4 шілдеде Конгресс қабылдаған
тәуелсіздік декларациясының авторы. Бірден бізге конгресс деген түсіп тұр. Жалпы құрлықтық конгресс деген бар. Бізде Америка құрама штаттары ең алғаш құрыла бастаған кезде осы жиналысты айтады. Екеуі де Филадельфияда өткен. 1774-75 жылдары құрлықтық конгресс. Сол конгресс 76 жылы 4 шілдеде Томас Джефферсонның тәуелсіздік декларациясын қабылдайды. Жорж Жак Данто деген ол француз буржуазиялық революциясы кезіндегі монтаньярлардың мүшесі, және Жорж Жак Дантон революцияда кешірімпаздардың орташа ағым басқарды, яғни кешірімпаздарды басқарған болатын. Ал Лильберн дегеніміз ол Англиядағы левелелер деп аталатын партияның, теңестірушілер партиясының мүшесі, жетекшісі. Лильберн, Уолвин, Овертон ұбт сұрақтарында кездеседі. Ал Джордж Вашингтон болатын болса, ол Америка құрама штаттарының тұңғыш президенті, және 1775-1783 жылдары тәуелсіздік үшін күресте Америка құрама штаттарының бас қолбасшысы болған Вашингтон. Қызықты дерек, 1800 жылдан бастап Вашингтон деген қала осы кісінің құрметіне берілген ақш-тың астанасына айналып отыр. Бүгін осы жылы мысалы қанша жылдық аталып өтіледі, өте көп болып кетті. Так, 225 жыл болды. 1856 жылы манифест шығарған түрік сұлтаны. Бірден біз манифест сөзіне емес, сұлтан сөзіне мән берейік. Мұстафа Решит пен Намық Кемал сұлтан емес. Сол үшін оны қарастырмаймыз. Бұның жауабы Абдул-Меджид болады. Енді ұбт сұрақтарында бізде кездеседі. Мысалы, Янычарлар корпусын таратқан десе, онда екінші Махмудты айтасыздар. Ал Мұстафа Решит болса, ол кісі бізде 1839 жылы басталған Танзимат реформасының бастамашысы болған адам Мұстафа Решит Паша. ұбт сұрақтарында кездеседі. Бұл екінші Махмуд 39 жылы қайтыс болып кетеді. Соның алдында соның сеніміне кірген адам. Ал Абдул-Меджид осы 39 жылдан бастап 61 жылға дейін Осман империясының билеушісі болған. Ол манифестінде барлық адамдардың тең екендігін жариялады. Діни білімнен зайырлы білімге ауыса бастады. Және де христиандарды мемлекеттік жұмысқа алуға рұқсат берді. Міне осы шараларды жүзеге асырды. Ал Намық Кемал болатын болса, ол 1865 жылы жаңа Османдар деп аталатын либералдардың ұйымын құрды. Және олар 1876 жылы Абдул-Азизді биліктен тайдырып, оның орнына екінші Абдул-Хамидті билікке алып келді. Мынау Танзимат реформаларының екінші кезеңінің сұрағы 1839-1853-те бірінші кезеңі болған. 53-56 жылдары Қырым соғысынан кейін 56-76 жылдары екінші кезеңі болған еді. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 19 ғасырдың басында Германияның экономикалық тоқырауда болуының басты себебі әрине ол елдің саяси бытыраңқылығы. Вена конгресінің шешімдеріне сәйкес бытыраңқылығы сақталған елдер деген ұбт сұрағы кездеседі, ол Италия мен Германия болады. Ірі саяси партиялардың қалыптасуы деген ол 19 ғасырдың екінші жартысы болады. Яғни консервативті партия, еркін ойлаушылар партиясы, еркін консерваторлар партиясы, ұлттық либералды партия, орталық партиясы сияқты партиялар қалыптасты. Бұлар сәйкестендіру тест тапсырмаларына алынады. Сол себепті жақсылап оқыңыздар. Кедендік одақтың құрылуы деген 1834 жылы Пруссияның бастамасымен жүзеге асты. 18 мемлекетті біріктіріп, жалпы нарық қалыптастырды. Ал өнеркәсіп төңкерісінің орын алуы деген мүлдем қате болады. Бірақ бытыраңқылық ақырын-ақырын жойыла бастады. Оны біз өтеміз тақырыптарда. Ол өте оңай. 1815 жылы Герман одағы құрылған болатын, 35 егеменді монархия мен 4 ерікті қала. Одан кейін 1834 жылы неміс кедендік одағы, 1866 жылы солтүстік германдық одақ, және 1871 жылы Герман империясы қалыптасады. Келесі сұрақ. 1907 жылы Германия мен Австрияға қарсы бағытталған келісімшарт ол Антанта болады әрине. Яғни Англия мен Ресейдің арасында келісімшарт жасалады да, енді бұған дейін 1904 жылы Франция мен Англия осындай келісімшарт жасап қойған. Міне сол Антанта енді Германия мен Австрияға қарсы бағытталады, және Италияға қарсы. 1879 жылы Австро-Герман шарты Вена қаласында жасалған. 1882 жылы оған Италия қосылады. Бірақ соғыстың барысында үштік одақ төрттік одаққа ауысқаны да бар.
Лондон деген келісімшарттар тарихта көп, соның бірі 1913 жылғы бірінші Балқан соғысын аяқтаған Лондон келісімі. Екіншісі 1930 жылы теңіздік қарулануды қысқартуға байланысты Лондон конференциясы. Одан кейін сіздерге сұрақ: екінші дүниежүзілік соғыста кезінде және 100 жылдық соғыс кезінде қандай Лондон келісім шарттары болған? Лозанна, бізде екі бірдей келісімшарт бар. 1911-12 жылдардағы түрік Италия соғысын аяқтаған Лозанна келісімшарты. Ол бойынша Триполитания мен Киренайка аймақтары Ливия деген атаумен Италияға берілген. Екінші Лозанна конференциясы 1922-23 жылдары өткізілген. 23 жылы 29 қазанда жарияланған, Түркия Республикасының тәуелсіздігін мойындаған Лозанна конференциясы. Париж болатын болса, бұндай да өте көп кездеседі. 1919 жылы бірінші дүниежүзілік соғысты аяқтаған келісімшарт. Дэвид Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж Климансо қатысқан. Немесе 1856 жылғы Қырым соғысын аяқтаған келісімшарт Париж деп аталады. Париж бітім шарттары көп кездеседі. Бірақ 1866 жылғы Австрия мен Пруссияның арасындағы соғысты Париж келісім шарты аяқтамаған. Кітапта үлкен қателік бар, оны комментарийға жаза кетіңіздер, қандай қателік екен. Келесі сұрақ: 1918 жылы сәуірде жапондық десанттар түсірілген жер. Әрине, оның жауабы бізде Владивосток болады. Бұны қалай жаттауға болады? Жапон ол күншығыс елі. Нихон, Ниппон. Восток ол шығыс. Сонымен Владивосток, Жапон деп жаттайсыздар. Тура жанында тұрған қала. Одесса ол немістердің қолына өтті. Яғни солтүстік Кавказ, Қырым, Украина аймақтары, Германия интервенттер кірді 1918 жылы. Ал Мурманскіге ағылшындардың әскерлері кіргізілді. Бессарабияға Румыния әскері кіргізілді. 1918 жылы мамырда Чехословак корпусының бүлігі орын алды. Бұл 1917-22 жылдардағы Ресейдегі азамат соғысы кезінде болған оқиғалар еді. Ал Архангельск ол мектеп бағдарламасында жоқ, бірақ бұл жерге де негізі интервенттер кірген. Вашингтон конференциясында басты назар аударылды. 1921-22 жылдары бірінші дүниежүзілік соғысты келісімшарттарын қайта қарау, яғни қиыр шығыстағы мәселеге көңіл бөлу үшін Қытай мәселесіне басты назар аударылды Вашингтон конференциясында. Әсіресе 9 держава трактатында Қытайдың аумақтық тұтастығына кепілдік берілді. Бірақ ашық есіктер мен тең мүмкіндіктер саясатын енгізбек болған ақш осы Қытай мәселесінде керісінше Қытайға шетелдіктердің жаңағы қаупін төндірді, тонау қаупі орнады. Шандун түбегінен Жапонияны ығыстырып шығармақшы болды. Осындай оқиға орын алды. Түркия тәуелсіздігі Лозанна келісімшарты. Жапон агрессиясы 1931 жылы Манчжурияға қарсы бағытталады. Сол жерде Манчжоу қуыршақ мемлекетін құрады және оны КСРО мойындады. Монғолияны Жапония мойындады. Және де сол жерде Пуйды билікке алып келіп қойған болатын. Ал Ресейдің сыртқы саясат деген қате, ол кезде Ресейде өзі азамат соғысы болып жатыр. 1922 жылы ғана КСРО мемлекеті орнаған болады. Келесі сұрақ: 1928 жылы қабылданған Брянскілік пактісінің мәні. Бұл халықаралық дау-жанжалдарды бейбіт жолмен реттеу болады. Оған 15 мемлекет басында қол қойған, кейін 63 мемлекет бұған қосылады. Брянскілік пактісі. Енді элиминация әдісі деген бар. Сол бойынша біз әрбір дистрактормен жұмыс жасаймыз. 140 бал алатын оқушы солай ұбт-да салқынғанда отырады. Әрбір жауаптармен жұмыс жасайды, дистракторлармен. Еңбек қатынастары мемлекеттік реттеу жүйесі 1935 жылғы Вагнер актісі бойынша бұл еңбек қатынастары мемлекеттік реттеу жүйесі енгізіледі. Және мынау Д дистракторында тұрған жұмысшыларға ереуіл жүргізу құқығын бекіту, бұл да Вагнер актісі болады. Және кәсіподақ құруға мүмкіндік беру де Вагнер актісі болады. Ал зейнеткерлік қамтамасыз ету ол бізде 1935 жылғы әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заң бойынша ақш тарихында тұңғыш рет қабылданған. Жалпы ақш тарихында 33 жылға тату көрші саясатын, одан кейін өнеркәсіпті қалпына келтіру туралы заң, ауыл шаруашылығын қалпына келтіру туралы заң, соны білу керек. Және де 35 жылға әлеуметтік қамтамасыз ету туралы, Вагнер актісі туралы, бұлардың барлығы сәйкестендіруге көп жауапты тест тапсырмаларына алынады, С деңгейінің сұрағын құрастыру үшін. Келесі сұрақ:
1931 жылдың көктеміне дейін ұжымдастыруды аяқтауды жоспарлаған аймақтардың бірі. Әрине, оның жауабы оңай, ол солтүстік Кавказ болады. Енді сұрақ, осы солтүстік Кавказдан бөлек тағы бірнеше аймақта, екі аймақта осы ұжымдастыруды аяқтауды жоспарлаған. Соны сіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл өте оңай. Ал батыс Сібір дегеніміз бұл Қазақстан аумағы. Бізде 34 жылға дейін жүзеге асты. Белсенді түрде 89% ұжымдастырылды. Орталық Азияға біз жатамыз, ол қате жауап болады. Балтық елдері, ол Латвия, Литва, Эстония, бұл уақытта әлі КСРО-ның территориясы емес. Осыны ескеріңіздер. Ары қарай кеттік, келесі сұрақ. 20 ғасырдың 30 жылдары Германияда орнады. Әрине, 1933 жылы билікке келген фашистік диктатура Адольф Гитлердің партиясы болады. Конституциялық монархия дегеніміз ол 1871 жылы бірінші империялық конституция болады. Осы конституцияға қарап айтпақшы, 1889 жылы Жапония өз конституциясын жасаған. Бұл 1871-1918 жылдардағы жаңағы Герман империясының конституциясы. Пролетариат диктатурасы дегеніміз ол 1917 жылы Қазан революциясынан кейін орнаған кеңестік биліктің ұраны. 1903 жылы Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының Брюссель мен Лондондағы екінші съезінде осы пролетариат диктатурасын орнату бекітіледі. 1922 жылы КСРО осымен құрылады. Ал Веймар республикасы деген ол 1919 жылдан 1933 жылға дейін Германияны басқарған республика, және де Фридрих Эберт деген адам беделді тұлға сол мемлекетті басқарды. Герман социалистік демократиялық партиясын басқарған болатын. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 1938 жылғы Мюнхен келісімшартының басты мақсаты. 1938 жылы 29-30 қыркүйекте Мюнхен қаласында Чехословакияның болашақ тағдырын анықтайды. Судет облысын 10 күннің ішінде Германияға беру туралы шешім қабылданады. Бірақ қызық жері, Чехословакия өкілдері өздері қатысқан жоқ. Оған Францияның атынан Эдуард Даладье, Англияның атынан Невил Чемберлен, және де Италияның атынан Бенито Муссолини, және Германияның атынан Адольф Гитлер қатысты. Сонымен Чехословакия бөлшектенді. Австрия жеріне Германияның бақылауын тоқтату деген қате. 1938 жылы Австрия жерін аншлюс арқылы қосып алған Курт Шушник деген адам Германия аумағын Адольф Гитлерге өткізіп берген. Версаль Вашингтон шартының шешімдерін қайта қарау деген ол 30 жылдардың басында басталған. Мысалы 1935 жылы САР аймағында халықтық сауалнама өткізіп оны қосып алды. 1936 жылы 7 наурызда Рейн демилитаризацияланған аумағына әскер кіргізді. Және сіздерге сұрақ. Германия қай елмен қарулануға байланысты Версаль келісім шартын бұзды? Соны жаза кетіңіздер. Ал Молотов-Риббентроп пактісі деген ол бір жылдан кейін жасалған. 1939 жыл 23 тамыз. Бұл Польша жерін бөлшектеу және Германия мен КСРО-ның ықпал ету аймақтарын бөлісуі болады. Молотов-Риббентроп пактісі. Келесі сұрақ. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде фашистік Германияның КСРО-ға қарсы соғысқа дайындық плацдармы деп есептеген Еуропа аймағы, әрине ол Балқан түбегі болады. Балқан түбегіндегі екі мемлекет, ірі мемлекеттер болды бізде. Грекия, Югославия мемлекеттеріне соғыс жарияланды. Енді сіздер соны комментарийға жаза кетіңіздер. Скандинавия түбегіне байланысты сұрақтар көп кездеседі. Мысалы 862 жылы рюриктер қай жерден шақыртылды деген бар. Немесе әлемдік дағдарыстан социал реформашылық жолмен шыққан аймақ десе Скандинавия болады. Ал айтпақшы, скандинавиялық үлгі деген бар. Әлеуметтік мемлекеттің әлеуметтік демократиялық үлгісі, немесе скандинавиялық үлгі деп аталады. Неолибералды үлгі, содан кейін француз-германдық үлгі деген де бар. Апеннин түбегі дегеніміз ол Рим орналасқан түбек. Ол ұбт сұрақтарында кездеседі. Пиреней түбегі ол бізде Испания мен Португалия орналасқан түбек болады. Пиреней түбегінде Кордова халифаты болған 756-1031 жылдары. Бұл да ұбт сұрақтарында кездеседі. Және Пиреней түбегі үшін
535-555 жылдар аралығында испания үшін кім соғысқан? Бірінші Юстиниан соғысқан болатын вестготтармен. Өйткені вестгот корольдігі 418 жылы оңтүстік батыс галлияда осы пиреней түбегінде Францияның оңтүстік жағында орналасқан болатын. Келесі, қырғиқабақ соғыстың басталуына себепші болған мемлекет басшысы. Енді ол кезде мемлекет басшысы емес, ол Уинстон Черчилл 1946 жылы ол билікте жоқ, бірақ Фултон қаласына барып сөз сөйлейді. Темір шымылдықпен жаңағы КСРО өзінің социалистік елдерін қоршап алды, және бұл железный занавес орнады деп айтады. Англо-сакстық мемлекеттердің батыс әлемінің бүкіл әлемге үстемдігін орнату қажет дейді. Бүкіл мәселелер КСРО-дан туындап тұр дейді. Ал ол кезде ұлыбританияның үкіметін 1945-51 жылдары лейбористік партияның жетекшісі Клемент Этли басқарған. Оның үкіметі қырғи-қабақ соғыстың бастамашысы негізі. Ал Рузвельт, Сталин бірге алатын болсақ, үшеуін, олар 1943 жылы Тегеранда кездескен болатын, және 1945 жылы ақпанда жаңағы Қырым конференциясында кездескен болатын. Ялта Ливадия сарайы деп кездеседі. Ал Рузвельт 45 жылы қайтыс болып кеткен, оның орнына Гарри Труман келді. Сталин ол қырғиқабақ соғыстың бастамашысы болған кезде билікте болды 53 жылға дейін. Тіпті 49 жылы КСРО-да ядролық қару пайда болған, қырғиқабақ соғыс кезінде осындай оқиға орын алды. Ал Хрущев енді ол қызған шағында болды. 1953-тен 64-ке дейін 61-63-те билік жүргізген Кеннедидің кезінде Кариб дағдарысы деген болды 62 жылы. Кубаға зымырандарын жаңағы КСРО орналастырды апарып, Түркияға ақш орналастырмақ болды. Сонымен Кариб дағдарысы кезінде ядролық соғыс болып кетуі мүмкін еді. Бірақ келіссөз жүргізіп, Хрущев пен Кеннеди жаңағы жолығып кездескен еді. Осындай оқиға орын алды. Келесі сұрақ. 1945 жылы сәуірде Сан-Франциско конференциясында құрылды дейді. Бұл әрине біріккен ұлттар ұйымы болады. 1945 жылы біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Оған 51 мемлекет бастапқы кезеңде мүше болды. Штаб пәтері Нью-Йоркте орналасты. Оның жалпы қауіпсіздік кеңесі, бас ассамблея деген екі ірі органы бар. Қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі бар. Қытай, Ресей, Англия, Франция және ақш. Және 10 тұрақсыз мүшесі бар. 2017-2018-де Қазақстан тұрақсыз мүшесі болған. Және де осы біріккен ұлттар ұйымының бүкіл пактісілерін, конвенцияларын түгелін жаттауларыңыз қажет. 6 ресми тілі бар. Негізі безеу араб тілі қосымша. Оны Африка деп жаттайсыздар. Ағылшын тілі, француз тілі, жаңағы испан тілі, ол бізде Қытай тілі, араб тілі деген. Ал халықаралық валюта қоры деген ол 1944 жылы Бреттон Вудс деген конференция өткізілген. Сол жерде халықаралық валюта қоры мен халықаралық қайта құру және даму банкі құрылған болатын. Ал дүниежүзілік сауда ұйымы деген ол 1947 жылы ГАТТ деп аталатын мынау сауда және тарифтер туралы келісімшарт, кейін 1995 жылы дүниежүзілік сауда ұйымы деп құрылады. 2015 жылы Қазақстан соған мүше болды, дүниежүзілік сауда ұйымына. Ал Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы 1975 жылы Хельсинкиде, яғни Финляндия территориясында құрылған еді. Осыны ұмытпаймыз. Айтпақшы сұрақ сіздерге. Біріккен ұлттар ұйымын құру туралы 44 жылы қандай конференцияда айтылған еді? Ол ұбт-да келеді сұраққа. Келесі, 1939 жылы көктемде Чехословакияны басып алған мемлекет ол Германия. Ол шартын бұзды Мюнхен конференциясының, Германия Чехословакияны басып алды. Ресей ол кезде шығыс Польшамен мынау Хельсинки 30 қарашада сол жаққа шабуыл жасады, 17 қыркүйекте Польшаның шығысына басып кірді. Ал Италия ол 39 жылы Албанияны басып алды, және оған дейін 35-36 жылдары Африкадағы Эфиопия мемлекетін жаулап алды. Ал Қытай болса 37 жылдан бастап Жапония Қытайға шабуыл жасады, яғни Жапония Қытайға басып кірді. Келесі, 1957 жылы КСРО-да ұлттық автономиясы қайтарылған халықтардың бірі, бұл оңай сұрақ, бірақ ұбт-да көп адам қателеседі осыдан, бұл қалмақтар. Қалмақтар, шешендер, ингуштар, қабардиндер, балқарлар, бұлардың құқықтары қайтарылған. Ал қайтарылмаған халықтардың ішінде
месхетин түріктері, қырым татарлары және еділ бойындағы немістердікі қайтарылмаған. Ал буряттар ол біздің мектеп бағдарламасында жоқ, бірақ олардың жеке мемлекеті болған қызық жері. Бұны комментарийға жазып кетсеңіздер ол қызықты делік. Келесі сұрақ. Ағылшындар мен француздар компаниялар арасында Үндістан үшін соғыстың атауы. Бұл жеңіл 1756-63 жылдары 7 жылдық соғыс болған. Бұл Үндістан үшін соғыс. Ал Ост-Үнді компаниясы деген д жауабында тұрған ол 1600-1858 жылдар аралығында өмір сүрген. Айтпақшы, ол мұқабадан да сұрақтар алынады, сол үшін қараңыздар, 1858 жылы Ост-Үнді компаниясын жауып тастайды. Ал 7 жылдық соғыста жеңгеннен кейін 63 жылы Англия Үндістанды отарлау құқығына ие болады. 18 ғасырдың 70 жылдары ең бай аймағын жаулап алады. Сұрақ: Үндістанның ең бай аймағы қай жерде? Оны сіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Ал 6 күндік соғыс деген 1967 жылы болған соғыс, бұл бізде Израиль мен араб мемлекеттерінің арасында болған. Ал Голан, ол жотаның аты, сол соғыстың шеңберінде. Осыны ұмытпаймыз. Сонымен 7 жылдық соғыс. Вена конгресінің шешім бойынша Францияның негізгі қарсыластары мен оларға берілген аумақтарды сәйкестендіріңіз. Осы сәйкестендіру тест тапсырмалары хронологиялық реттілігімен қойыңыз, немесе жаңағы сәйкестендіріңіз деген болады. 1А, 2Б, дәл осы сияқты. Биылғы жылы да өте көп болады, сол үшін дайындалу керек. Енді Англиянкін айтайық. Цейлон, Мальта, Кап, Сейшел, Табого аралдары ғой. Бұл сонымен 1А болады. Ал Ресейде Финляндия, Бессарабия, Варшава герцогтігі болады. Ал Австрия, Галиция, Тироль, Триест, Далмация, Иллирия аймақтары. Сонымен бұл бізде В нұсқасы. 1А, 2А, 3Б. Мен осылай сәйкестендіресіздер. Біреуін ғана көре сап тез белгілей салуға болмайды. Келесі 1853-1856 жылдары Орыс-Түрік соғысынан кейін орын алған тарихи жағдайларға қатысты дұрыс дәйекті анықтаңыз. Түркия Ресей мемлекетіне соғыс шығындарын төледі дейді. Бұл қате. Өйткені бұл соғыста Осман империясы жеңген, Англия мен Францияның көмегімен жеңіске жетті. Париж келісімі жасалды, сол Париж келісім шартының нәтижелері бұл. Сербия, Молдова Ресей мемлекетіне қайтарылды деген қате жауап болады. Керісінше Сербия, Молдова, Валахияда түрік сұлтанының билігі сақталды. Үшінші дұрыс екен. Үшіншісі дұрыс. Ресей Түркияға Бессарабияны қайтарып берді деген дұрыс жауап болады. Ресей Азов теңіз жағалауын бейтараптандыруға келісті деген қате. Бұл наоборот Қара теңіз болады. Азов теңіз деген ол 1696 жылы 1 Петр Азов бекінісін жаулап алған. Сол жерде кездеседі. Ол мұқабада тұр. Қараңыздар, оқыңыздар, ол да келеді. Келесі сұрақ. 18 ғасырда Цин империясында орын алған жағдай. Христиан шіркеулерін көптеп ашты деген қате. Наоборот, миссионерлерді қуған болатын. Феодалдық қатынастар керісінше дамып тұрды. Цин билігі күшті болды бұл уақытта, ал 19 ғасырда олар бүкіл әлемнен артта қалған түсінді. Яғни ол елдің экономикасы қарқынды дамыды деген қате. Бұлар жабайы саясатында ғой 1757 жылдан бастап. Ол экономиканы қатты дамытпайды. Сонымен дұрыс жауап: еуропалық миссионерлер елден қуылды. Дін таратушылар, христиан дін таратушыларды қуып жіберді. Біздің тәуелсіздігімізге қауіп төнеді деп. Келесі 19 ғасырдың екінші жартысында Ресейде құрылған марксистік үйірмелерге қатысты дұрыс дәйектерді анықтаңыз. 1903 жылы Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының екінші съезі Брюссель мен Лондонда өтті. Яғни бұл дұрыс. Бірақ 19 ғасырдың екінші жартысына бұл уже жатпайды ғой. Бұл дұрыс жарайды. Русская правда деп аталатын өз бағдарламаларын жариялады. Бұл қате. Өйткені 19 ғасырдың бірінші жартысында оңтүстік одақта Пестель деген адам Русская правданы жариялаған. Екі қате. Екі барлар ол қате болады деген сөз. Ресейдегі басыбайлық пен самодержавиялық билікті сақтауды жақтады. Наоборот, бұл қате болады. Яғни бұл уақытта самодержавиялық билікке қарсы күрес болған жоқ. Ол декабристер қозғалысының мақсаты басыбайлық пен самодержавиялыққа қарсы күресу. Женевада орыс революционерлерінің еңбектен босату ұйымын құрды деген дұрыс жауап болады. Сонда 1 мен 4 дұрыс жауап. Женевадағы ұйым 1883 жылы құрылған, оны құрған Плеханов. Кітаптың мұқабасын оқыңыздар. Сол жерден де ұбт сұрақтары
алынады. Бұның басты мақсаты жаңа террорлық тактикасынан бас тартып еңбектен босату ұйымының социалистік идеяларды үгіттеу болды. Осыны ұмытпаймыз. Ал Брюссель мен Лондонда пролетариат диктатурасын орнату мәселесі көзделген болатын. Осыны ұмытпаймыз. Бағдарламасымен жарғысы қабылданды айтпақшы. Келесі сұрақ. Карта берілген. Картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Жапонияда ең жоғарғы билік пен барлық жердің иесін анықтаңыз. Енді бұл оңай ғой. Бұл Аматерасудан тараған, немересі Нинигиден тараған Тенно Микадо болады. Самурай деген әскери билік иесі, Буси әскери поместьелік жердің иесі, Даймё деген ең ірі жер иесі болады. Микадо ол император деген мағынаны білдіреді. Василевс, кайзер деген сияқты ғой. Келесі сұрақ. Хуанди дейді кейбір жерде императорды Қытайда, иә? Картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, қазіргі Токио қаласы орналасқан аралды анықтаңыз. Жалпы Жапон ол архипелаг, бірнеше аралдардан тұрады. Хоккайдо жоғары жағында, Хонсю ортасында, Сикоку және Кюсю. Ең үлкен арал ол Хонсю. Осы Хонсюды біріктірген мемлекет басшысы ол Жапонияны басқарды деген сөз. Токио деген қала ол бұрынғы Эдо қаласы. Біріншіден түсіндіру кетейін, Киото ол орта ғасырлық астана болған. Сонымен 1868 жылы Эдо қаласының аты Токиоға өзгеріп, 1869 жылы императордың сарайы жаңағы мынау Токиоға көшіріледі. Міне осы оқиға орын алды. Айтпақшы, Токио сөзі шығыс астана дегенді білдіреді. Сеул деген астана дегенді білдіреді. Бейжің деген Пекин, солтүстік астана дегенді білдіреді. Бұл жауабы Хонсю. Хонсю аралында міне орналасып Токио тұр. Ұмытпаймыз. Келесі. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, 1199 жылы Минамотодан кейін билікке келген билеушіні анықтаңыз. Бұның картаға қатысы жоқ. Эритомо Минамото деген болған. 1192-1199 жылдар билікте болған, Сигунат билігін орнатқан. Міне осы қайтыс болғаннан кейін билікке Ходзе Токимаса келеді. Ходзе Токимаса елде жаңағы феодалдық әскери тәртіпті орнатқан болатын. Токугава Иэсю 1598 жылдан бастап 1616 жылға дейін билікте болған. 1603 жылы ол кісі Сегун атағын алған. Бұны жаттауға болады, мысалы Есім ханның билікке келген уақытымен, иә? Және осы Токугава әулетінен бастап не болады? Жабық есік саясаты орын алады. Анау 1867-1869 жылдарға дейін, тіпті 72 жылға дейін болған Мэйдзи төңкерісіне дейін жалғасады. Ал Тойотоми Хидэёси оны жаттау оңай, ол тәуекел хан 1583-1598 жылдар билікте болған Тойотоми Хидэёси, және ол кісі шаруалардың басы ауырған жаққа кетуіне тыйым салған. 1592 жылы Кореяға 2 рет жорық жасады және оңтүстік Кореяны уақытша бағындырды. Ода Нобунага болса 1568-1582 жылдары билік жүргізді және ол 1580 жылы Сакай қаласын бағындырған болатын. Ол ұбт сұрақтарында кездеседі. Ода Нобунага. Так, келесі. Картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, 1580 жылы Жапонияның бай қаласы Сакайды бағындырған билеушіні анықтаңыз дейді. Әрине ол Ода Нобунага болады. 1573 жылы Асикага әулетінің соңғы билеушісін өлтірген болатын. Ода Нобунага ол өте үлкен аумақты бағындырды Хонсю аралында. Болды, қалғаны қате жауап. Келесі сұрақ. Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, орта ғасырлық Жапонияға қатысты дұрыс деректерді анықтаңыз. Ең ірі жер иелері даймё деп аталады. Ол дұрыс, бір дұрыс. Алғаш Жапон мемлекеті Үндістан түбегінде қалыптасты дейді. Бұл мүлдем қате. Хонсю аралында айнылар деген өмір сүрді, Хоккайдода жоғары жағында. Және Ямато деген тайпа болды. Так, Жапониядағы билік Минамото әулетінен кейін Ямато әулетіне өтті дейді. Бұл қате. Так, 2 мен 3 қате, сонымен 1 мен 4 дұрыс болады. Дұрыс, өйткені императорлық сегундық билік 11-13 ғасырда 2 мұрагерлік билік түрі ретінде қалыптасқан болатын. Келесі сұрақ. Так, солтүстік Американың солтүстік болатын жерде орфографиялық қате кеткен екен. Ауыл шаруашылығында қалыптасқан капитализмнің түрлерін олардың мәнімен сәйкестендіріңіз. Так, бұл жақта феодализм болған жоқ айтпақшы. Скватерлік ол бізде
фермерлердің жыртылмаған жерлерді өз еркімен иеленуі болады. Плантация дегеніміз ол қант қамысын, мақта, шай, кофе егетін ірі жер шаруашылығы. Енді сіздерге бір сұрақ қояйын. 1828 жылы мына плантаторлар қандай партия құрған еді? Осыны комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі сұрақ. НАТО мен Варшава шарт ұйымы текетіресі нәтижесінде орын алған саяси дағдарыстарды олардың нәтижесімен сәйкестендіріңіз. 1961 жыл болған Берлин дағдарысы. Ол уақытта қабырға тұрғызылды. Биполярлы жүйенің нышанына айналған қабырға тұрғызылды. ГДР артта қалған жағы социалистік, ГФР дамыған капиталистік жағы. ГДР жағы кедей болды. Бүкіл халық мына жаққа қарай көшеді. Сонымен бұлар үлкен қабырға тұрғызды. 1961 жылы Берлинді бөліп тұрған. Сонымен бұл дағдарыс кеңестік әскер танкілері мен Америка әскері өз танкілерімен екі жаққа кетіп қалды. Куба дағдарысы. Бұл бізде әскери саяси блоктар ыдырады деген 91 жылы Варшава шарт ұйымының ыдырауымен бітеді, яғни КСРО-ның құлауымен. Қырғиқабақ соғысы 89 жылы ресми аяқталған. Мальта аралында Джордж Буш пен Горбачев кездескен. Сонымен аяқталды. Бұның жауабы атомдық ядролық соғыс қаупі сейілді деген болады. Кубадан КСРО зымырандарын алып кетеді, ал Түркияға енді ақш зымырандарын орналастырмайтын болады. Келесі сұрақ. Үштік одақ. Мынау А деңгейлі тест тапсырмасы, осы сәйкестендіруге көп жауаптылығы. Осындай сұрақ келсе, сіздер 2 ұпайдан күшті ұтасыздар. Бұл үштік одақ деген Австро-Венгрия, Германия, Италия болады. 1882-де құрылған. Антанта 1907 жылы құрылған. Англия, Франция, Ресей болады. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. Әскери коммунизм мен жаңа экономикалық саясат дейді. Көрейік. Әскери коммунизм өнімдерін теңгермешілік негізде бөлу деген болады, яғни еңбек өнімдерін. Ал жаңа экономикалық саясат ол мына капиталистік қатынастардың уақытша енгізілуі болады. Бұл өте оңай сұрақ. Мынау азамат соғысы жылдарында жүргізілді. Жаппай еңбек милитаризациясы, азық-түлік салғырты, өнеркәсіптерді мемлекет меншігіне алу, карточкалық паёктың енгізілуі өте бәрі минус. Ал жаңа экономикалық саясатта еңбек милитаризациясы жойылды, жеке саудаға рұқсат берілді, одан кейін шағын кәсіпорындарын жеке меншікке берді, одан кейін азық-түлік салығы енгізілді. 1922 жылы червонец деген ақша бірлігі енгізілген болатын. Келесі, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында қамтылған құқықтар мен бостандықтарға қатысты топтарды олардың мәнімен сәйкестендіріңіз. Жалпы 1945 жылы құрылған Біріккен ұлттар ұйымының 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған адам құқықтарының декларациясы бар, жалпыға бірдей. Бұл адам құқықтар күні айтпақшы. Сол декларацияда 4 топ бар. Яғни ол бірінші тобы адамға қатысты болады. Ол жаңағы бізде құлдықтан, азаптаудан қорғау жатады бұған. Екінші тобы азаматтарға қатысты болады. Ол азаматтық құқықтар, ол бізде елден кету, саяси баспана алу болады. Және үшіншісі, ол саяси құқықтар, ар-ұждан, дін бостандығы деген. Сосын төртіншісі ол жаңағы білім, экономикалық жаңағы топ, ол білім алу, мәдени өмірге араласу. Осыны, одан кейін Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының 3 себетін, одан кейін Горбачевтың сыртқы саясаттағы бағдарларын жаттау қажет. Яғни бұлар теориялық сұрақтар, ұбт-да қиындық туғызуы мүмкін сіздерге, сол себепті жақсылап қараңыздар. Бізде жаңағы тақырыптық тест талдауларда бәрін қамтып өтеміз. Өйткені олардың бәрін білу керек. 140 алу үшін уайымдамай кіруіңіз керек. Қандай сұрақты айналдырып қойса да жауап бере алатындай деңгейде. Енді келесі сұрақ. 20 ғасырдың екінші жартысында Қытайда жүзеге асырылған науқандар. Енді Қытайда жүзеге асырылды. Жауаптарын алып тастайық. Бұл мәдени революциямен үлкен секіріс болады. Мәдени революция бірінші үлкен секірістен бастайық. 1958 жылы жерді қоғамдастырып, жаңағы индустрияландыруды күрт жеделдетіп, үлкен секіріс жасамақшы болады Мао Цзэдун. Яғни экономикалық тұрғыдан. Бұл бастапқы кезеңде өрлеуге алып келеді. Бірақ арта аштыққа ұласады. Сол кезде үлкен секіріс сәтсіздікке ұшыраған білген кейбір коммунистік партияның ішіндегі азаматтар Мао Цзэдун саясатына қарсы шыға бастайды.
сонымен 1966 жылдан 76 жылға дейін Мао Цзэдун мәдени революция деген науқан өткізеді. Сол науқан бойынша оппозицияны жояды партияның ішіндегі. Оған Хунбивин жастар тобын пайдаланады, жаңағы оппозицияны әшкерелеу үшін. Соның ішінде Дэн Сяопин қудаланады. Соның 76 жылы Мао Цзэдун қайтыс болғаннан кейін Дэн Сяопин 77 жылы билікке қайтып оралады. Қайта құру дегеніміз ол КСРО-да болған 1985-91 жылдары Горбачев жүргізген саясат. Қайырымды көрші 1933 жылы Франклин Делано Рузвельт Латын Америкасы елдері үшін қолданған саясат. Жаңа бағыт 1933-41 жылдары болған саясат Рузвельттің Джон Мейнард Кейнстің кейншілдік теориясы бойынша жүргізді. Нарықтық қатынастар жетілмеген, оған мемлекет араласу керек деп есептеді. Сұрақ сіздерге, осы Джон Мейнард Кейнстің кітабы қалай аталады, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Ал жеделдету дегеніміз, бұл бізде КСРО-да болған ірі реформалардың бірі болады. Ол ұбт сұрақтарына алынады. Келесі сұрақ. Ежелгі Қытай мәдениетінің жетістіктері. Ол әрине жібек, жібектің құпиясы туралы екі керемет аңыз бар. Ал қағаз ол әрине олардың негізгі белгілерінің бірі. Иероглифті қағаз жазбалары болды, жібек болды, математикалық трактаттары болды, теңізде жүзуді меңгерді. Қытай мемлекетінің тарихы бай. Шахмат, ондық позициялық санау жүйесі, қант дегендер олар Үндістан, ал арба дегеніміз ол көшпенділер өркениетіндегі ең маңызды құрал. Және Египетте де осындай арба болған, екі дөңгелекті. Келесі сұрақ. 7 ғасырдың 40 жылдар Омардың тұсында араб халифатының құрамына кірген мемлекеттер. Әрине оның жауабы бізде Сирия мен Палестина 640 жылы жаулап алған, және 640-42 жылдар жаулап алған Мысыр да осы жауапқа жатады. 40 жылдары деп тұр, бұл 649 жылға дейін. Ал Испания 711-718 жылдары Гибралтар бұғазы арқылы басып кірген болатын. Бірақ анау Францияға барған кезде 732 жылы Франк королі кім тоқтатады арабтарды? Соны комментарияға жаза кетіңіздер. Сіздер ұбт сұрақтарының құрастыру технологияларына дейін білулеріңіз керек. Сонда 140 балл спокойно шығады. Ал Венгрия мен Португалияға олар жеткен жоқ. Келесі сұрақ. Бостандық үшін күрес идеясының негізгі тақырыбы болған. Так, сұрақ қате құрастырылған. Музыка әлемінің феномені. Әрине оның жауабы бізде Бетховен ғана болады. Джузеппе Верди Италияның ұлы классигі, Риголетто, Травиата, Отелло, Аида операларының авторы. Франц Петер Шуберт, бұл австриялық композитор. Аве Мария деген атақты туындысы бар. Гайден, Моцарт, олар бізде Вена мектебінің өкілдері болады. Ал Шопен болатын болса, бұл музыкалық балладаны дамытқан, жаңағы поэзия мен вальсті ұштастырған қайраткер болады. Оны білу қажет. Мазурка, сосын Шопеннің ерекшелігі болады. Бұдан бөлек Штраус деген бар, вальстің патшасы деп аталған. Одан кейін Глинка мен Чайковский бар, оларды да оқуларыңыз қажет. Француз бактериологы Луи Пастердің бірқатар ауруларға қарсы ойлап тапқан вакцинасы, немесе вакциналары. Ол тауық індетін емдеуге байланысты бар, Сібір жарасы бар, және құтыру бар. Луи Пастер негізі микробиология мен иммунологияның негізін қалаушылардың бірі. Генетика, яғни менделизм іліміне үлес қосқан адамдардың бірі. Бұл ашудың биохимиялық теориясын зерттеген адам. ұбт сұрақтарында жиі кездеседі. Шәкірттері Париж қаласында вакцинация жасаған ел деген ұбт сұрағы бар. Франция болып келеді. Ал енді қалғандарын алып тастайық. Құрт ауруы бірден алып тастаймыз. Құрт ауруы деген туберкулез, құрт ауруы, дифтерияның қоздырғыштарын зерттеп оларға вакцина жасаған, ол бізде Роберт Кох болады. Ол кісі туберкулез таяқшаларын ашқан үшін Нобель сыйлығын алған. Қара індет деген ол 14 ғасырда Еуропада таралған дерт, 1347 жылы оба дертін атайды. Ал шешек ауру дегеніміз бұл да негізі тарихта болған, бірақ ұбт сұрақтарында алынбайды. Сонымен сұрақтарымыз бітті, тестілеуді аяқтайық. Жақсы, құрметті оқушылар, осымен тестіміз аяқталды. Сіздерге нағыз ұбт-да 50-ден 50, 20-дан 20, 140-тан 140 алуды тілеймін.
өзімнің авторлық курсымды ұсынамын. Бұл жерде 140 алғысы келетіндер жарыса қазір дайындалып жатыр. Сол топқа қосылыңыздар. Сосын бір ерекше керемет құпия топ бар, ол топта бәсеке қатты, соған кіруге тырысыңыздар. Жақсы, бұйырса 26 жылы маусым ұбт-сында 140 балды бірге шығарайық. Сау саламатта болыңыздар. Лайк басуды, пікір жазуды ұмытпаңыздар және достарыңызға таратып жіберіңіздер.